Ассалаумалейкум, құрметті TikTok және YouTube көрермендерім, қайырлы күн баршаңызға. Бізге Атыраусский машинаға келіп қалдық қонаққа. Так, бүгін тауықтарымыздың барлығын далаға шығардық. Мына жері бітеп тастадым міне. Жеп қоймасын деп. Ана қашып жүрген шықты. Бүгін бізде уборка болайын деп жатыр. Семейный уборка. Тауық қораға, шарбаққа жинап барлығын тазартайын деп жатыр. Су қойылып тұр, жемі беріліп тұр. Мына үйдегі жем. Бүгін 5 жұмыртқа алдым. Мана таңертең мына қазір 2 жұмыртқа туған, жанып тұр. Тіпті шүкір. Мен тағы да шөп салуым керек мынаның үстіне. Сосын не істеуім керек? Қалай еді? Так, айтам. Ұмытып тұрмын. Так, шөп салу керек. Сосын тағы тауық алу керек айтпақшы. Біздің оқырман санымыз 5000-ға жеткеннен кейін тағы бір тауық алатын болам. Сол үшін шамаға тез біздің TikTok каналымызға тіркеліңіздер. Мынау легуар мені айтайын сіздерге. Мынау хайсекс па, легуар ма, бір порода мынау. Так. Бәрі домашка светін өшіртпейін ұмытып. Мынау қызыл лампочка тоқты сорат кәдімгідей бар. Алдыңғыдай биыл осы неде жаман шығып кетті тоқ дейтін. Так, мынау доминант. Анау қызыл несушка. Мынау просто үйдегі үй тауықтары, мынау қара тауықтар час брамы мынау. Брамыны көп шадастырады, ортасында тұр ғой, 3 саусақтың ортасында саусақты жүн болатын болса, ол таза брамы. Ода жүн болмайтын болса, онда шатыс брамы. Так. Тағы не етейін сіздерге. Пока осы енді айтатын жағдай. TikTok каналымыз 5000-ға жеткеннен кейін алла қосса тауық алатын болам. Бірақ тауық алғанда ойлап тұрмын, домашний тауық емес, инкубаторский тауықтар алатын шығармын. Енді будине сатып отыр бізде қазір 500 теңгеден штугы өте арзан бағада сатып отыр. Ойлап тұрып сіздермен ақылдасайын деп едім ғой. Мына жерге мен мына жерде бөліп 5 порода ұстайын деп едім ғой. Пока енді 5 порода онда менде кішкене ақша болмай жатыр сатып алуға. Сосын мына жерге будиненің ұясын салсам қалай болады? Мына жерге клетка, 2 клетка салсам қалай болады будине ұстауға. Ойларыңызға айта кетіңіздер өздеріңіздің. Соны істесек қалай болады? Мына жерлерді кішкене жинастырмасам шашылып отыр. Шарбақтың ішінде көктем келді, шарбақ шашылып бастап отыр. Бірінші қораның ішіне жинап мен сыртқа шығамын ғой. Сосын бізде мынандай бір бушк бар, анандай. Бұны да енді анандай шлангымен су жүргізетін жасайын деп едім ғой. Соны жасағым келіп тұр. Алла амандығын берсе. Көпірсе әуетші болғаннан кейін кірісеміз шаруаларға. Как раз өйтек көмектесетін адамдар бар. Сіздерге енді ала берсе кешкісін YouTube-қа және TikTok-қа да видео салатын болам. Кіріп, қарап, қолдап кетіңіздер. YouTube-қа да тіркеліп кетіңіздер. Сол айтайын, келесі видеода көріскенше сау саламатта болыңыздар. Бұйыртса қора тазалап, барлығын жасалғаннан кейін сіздерге тағы бір видео түсіретін боламын.